Саламатина Алевтина Магомеджановна, Ғұмарбек Дәукеев атындағы Алматы энергетика және байланыс университетінің ғарыштық инженерия кафедрасының физика пәнінің оқытушысы. 1949 жылдың 27 сәуірінде Ақтөбе қаласында өмірге келген. Ғұмарбек Дәукеев атындағы Алматы энергетика және байланыс университетінде 1978 жылдан бастап жұмыс істейді. Педагогика ғылымдарының кандидаты, доцент. Қазақстан Республикасының құрметті энергетика төсбелгісімен марапатталған. Физика пәні бойынша Алматы энергетика және байланыс университетінің командасын ұзақ жылдар басқарған. Если задаться вопросом, каково место курса физики, дисциплины физики. Алматы энергетика және байланыс университетінің физика курсы қандай орын алады, тәртібі қандай, және оның маңыздылығы туралы айта кетсем деймін. Мен физик ретінде оны әрине бірінші орынға қояр едім. Себебі барлығы техникалық мамандар, яғни электроэнергетиктері немесе жылу энергетиктері, байланыс және тағы мамандардың құзыретін қалыптастырады. Энергетиков, там теплоэнергетиков, связистов там или еще кого-то. Все они возникли именно из физических открытий. Олардың барлығы физикалық ашулардан, сондай-ақ оның даму барысында туындаған. Іспеттес болып құрамдасқан кезде қолданбалы техникалық тәртіп өздігімен орнай бастады. Сондықтан физика сөзсіз ең негізгілердің бірі болып табылады. Осы университеттің оқытушыларының бірі ретінде жұмысқа қабылдаушылардың алдында біздің университеттің беделі жоғары болатын өте жағымды әсер қалдырады. Очень приятно и тепло на душе от того, что наш университет. Жоғары оқу орындарда аяқтаған студенттер де жақсы пікір айтады. Біздің түлектер көп жылдар бойы экономика саласының түрлі бағытында жұмыс істейді. Закончил, наши выпускники уже много лет работают в разных отраслях и сферах экономики. Одан бөлек, университетіміздің қабырғасында оқуға ниеттенетін болашақ студенттердің ата-аналары да жақсы көзқараста. Может быть, думают, надеются учиться. Осы университеттің оқытушысы ретінде айтарым, қазіргі таңда қалыптасқан мәртебелі нәтижеге үлесімді қоса алғанымның өзі бір ғанибет. Это и заслуга нас, преподавателей, заслуга меня как преподавателя этого нашего университета.